1928-1930 жылы бастауыш мектебіне сабақ беріп жүрді, және де адам сайраткерлі әскербасындағы тағы бір адаммен әскери қолбасшы болып аттанды. Керемет. Тағы да не айтамыз? Не айтылған екен деп айта ғой. Бауыржан Момышұлы өзі кейін қартайған шағында өзі кітаптар жаза бастаған. Соның ішінде бізге белгілісі «Ұшқан ұя» кітабы. Сонымен қатар Бауыржан Момышұлы соғыста қатал ал өмірде жайлардан болған. Керемет. Рахмет. Тағы да қандай дерек білеміз айта ғой. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысына қатысқан және өзінің үйіне аман есен қайтқан және қартайған шағында көптеген кітаптар жазған. Ерлік табиғат сыйы емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдындағы қасиетті парызды орындау үшін азаматтың ең асыл сезімін жігерлендіріп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігу мәжбүр етудің нәтижесі. Менің ойымша Бауыржан атамыз осы сөзді дәлдеп жазған деп ойлаймын. Себебі ерлік бұл өзінің еліне деген құрметінің белгісі. Өтіріктің балына жүргенше, өтірік айтып шындықты жасып жүргенше, ақиқатты айтып, ақиқатты айтып жүргенін. Ел дегенде езіліп, жоқ дегенде шоғылып қызметкер. Бұл нақыл сөзде Бауыржан атамыз ел дегенде езіліп дегенде, ел дегенде өзіңнің жаның езіліп, бар тәніңмен өз еліңді сүйіп тұрып, қолынан келген бәрін салып қызмет ету керек. Ал жұрт дегенде жұмылып деген, яғни бір ел болып, яғни бәрі бірге бірігіп қызмет ету керек екенін айтады. Бұл нақыл сөзінде Бауыржан атамыз қорытындылай келгенде патриоттық сезімді және бірігу ол өте жақсы қасиет екенін айтады. Керемет. Ғазиз айта ғой. Қырағының өзі де көзі де батыр. Қырағы деген ол қампаздық, сақтық деген